достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі жасалатын тағам, яғни сиырдың жүрегі мен екі бүйрегінен жасалатын қуырдақ. Оған керегі сол жүрек, екі бүйрек, 6 картошка, 1 сәбіз, 1,5 бас чеснок, 2 бас шуа, 1 болгарский, томат, қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр, 4 жапырақ, универсальный приправа, тұз, қара бұрыштың түйіршегі. Бұлардың бәрі хош иіс берушілер, ащылау қылып істейміз, корейский қылып. Алдағы уақытта күтіңді жасаймыз. Бүйректі осылай кесіп алып, сыртындағы майын алып тастадық. Өте майлы керек емес. Осылай турап аламыз да. Бұлайынан 3-4 бөліп турай береміз. Мінекей чеснокты турап алдық. Сәбізді бұлай турап алдық. Болгарскийден астында жуасы бар. Жуасын піскенге саламыз. Спецтері. Картошкамызды ірі алып тураймыз. Міне жүрек пен бүйрек дайын. Енді осыларды рет-ретімен қуыруды бастаймыз. Қызып тұрған майға жуа, болгарский, сәбіз жуын салып май көптеу өлді. Қыздыртпай отырғанымыз. Сәл қуылғаннан кейін бүйректің тұтап, ұзақ қуыратын боламыз. Осы сәл қуырылған кезінде бүйректің бүйрегімізді салып тастаймыз. Спецтерді саламыз, барлығы. Чеснокты әзір салмаймыз. Араластырып, 20 минуттай қуырғаламыз. Мінекей өзінің суына өзі қуырылып жатқанда осылай 2 қасық томат саламыз. Ешқандай сулы еместер, өзінің жуасының болгарскийдің суы бар өзінің. Сосын бағанағы 1,5 бас чеснокты сүрігін турап осылай түрлі қылып. Осыны араластырамыз. Пісіп қалған кезде араластырып. Араластырып алғаннан кейін бетіне жуа салып, соның бетіне барып картошка салатын боламыз. Чеснокты осылай пісіп қалғанда араластырсаңдар дәмі күшті береді. Араластырып болғаннан жуаны осылай дөңгелек турап, бетіне жауып саламыз осылай. Сосын картошкалардың үстіне қоямыз. Ешқандай араластырусыз, сусыз. Өз суының өзі осылай бұқтырылады. Енді тағы бір 20 минут жарты сағатқа қойсақ, астына жайып орташа отқа қойып қоямыз. Бұқтырып, сочный болып піседі, жұмсақ болып. Енді піскеннен кейін дастархан басында көретін боламыз, сол кезде түсіреміз. Достар, мінекей кереметтей жүрек пен бүйректен жасалған қуырдағым дайын болды. Ыстық ғана қазаннан түсті. Өзі керемет дайындалған. Өздеріңізде осылай үй жағдайында дайындасаңыздар бар. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау санын басып, пікірлеріңізбен бөлісіп, және де достарыңызға таратуыңызды сұраймын. Сіздердің арқаларыңызда біздің канал дамуда. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.